Чемпиондар лигасының екінші тур аясында Қайрат футбол клубы, дәлірек айтсақ, Алматылық Қайрат Мадридтік Реал командасымен ойнайды. Енді жұлдызды ойыншылар бар командамен ойын. Бұл көптеген жанкүйерлердің таңданысын туғызды. Оның ішінде біздің түркістандық жанкүйерлер де осы ойынды қолдау мақсатында осылай үйінің сыртында қақпасына қос клубтың эмблемасын бейнелеген екен. Бұл бейнені бейнелеген жалпы TikTok әлеуметтік желісінде бір күнде 500 мыңнан астам қаралым жинаған Рамазан есімді бауырым, өзіміздің түркістандық азамат, 18 жаста. Мінекей дәл осылай Қайрат пен Реал футбол клубтарының эмблемасын өзінің үйінің қақпасының сыртына суретін салған екен. Жарайсың, Рамазан. Рамазан мұнымен тоқтап қалмай, Қайраттың Чемпиондар лигасының топтық кезең аясындағы өзге де ойындарына қолдау білдіру мақсатында Арсеналмен өтетін ойынға дәл осылай сурет салып бастап жатыр екен. Алдағы уақытта білесіздер, Қайрат лондондық Арсеналмен ойын өткізеді, сырт алаңда өтеді бұл ойын. Енді бұл ойын болам дегенше Рамазан да өзінің суретін салып қалар деген ойдамыз. Ал талантты суретшімен сұхбатты Түркістан телеарнасының кешкі жаңалықтарынан толықтай көре аласыздар.